Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода томатный қияр жабатын боламыз. Яғни сумен жапқанша осылай томатный қылып жабатын болсаңыздар, бір жағынан салат секілді, бір жағынан осындай қиярымыз ғыртылдап өте дәмді болып тұратын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Неке, осылай банкалардың барлығын жауып дайындап тастадым. Қыстың қамын жазда ойла деп, неке соғымыз бар, лишу салат барлығын жасалу жолы менің каналымда бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен қиярымызды турап алатын боламыз. Осылай жіңішке емес, қатты қалың қылмай, дәл осындай бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы қылып. Яғни біз қиярды сумен жапқан кезде осылай екі жағын ғана кесіп, сөйтіп бүтіндей жабатын едік. Ал бұл томатный жапқан кезде дәл осылай кесіп жапсаңыздар, өте әдемі әрі жегенге ыңғайлы болады. Мінекей қиярымыздың барлығын турап дайындап алдық. Енді біз капуста турайтын боламыз. Қасына капустамен жабатын боламыз. Жаман жерлерін бәрін кесіп алып тастап, видеодағыдай турайтын боламыз. Капустаны да осылай төрт бұрышты кубиктап турадық, және де хренімізді де дәл осындай бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни бүтіндей емес, бөліктерге бөліп, ықшамды етіп жабатын боламыз. Неке жақсылап жуып тазалап алдық. Ал енді тап-таза етіп жуылған банкымыздың ішіне перецімізді бөліктерге бөліп салатын боламыз. Және де қас қатарымен өзіміздің қиярымызды, хренді, және де капустамызды, осындай укропымызды бөліктерге бөліп алдық. Барлығын дәл осылай видеодағыдай чесногымызды қосып жабатын боламыз. Мінекей мен ең бетіне осындай капусталардан салдым, яғни 40 қабаттан салдым. Өте дәмді, сондай керемет болып шығады. Кішкене тығыздап қолымызбен бас жерсек болады. Қатты тығыздаудың қажеті жоқ. Біз соқ құйған кезде астына қаратай батпай қалады. Ал енді қайнап тұрған ыстық суымызды банкамыздың тура ортасына құятын боламыз. Жан-жағынан тегізбеңіздер, банкамыздың сынып кету қаупі жоғары. Неке, осылай құйып, бетіне қақпағын жауып, суығанша қойып қоятын боламыз. Және де келесі банкаларымыздың барлығын дәл осылай видеода көріп тұрғандай салып дайындап алатын боламыз. Және де достар, екінші қайтара біз су құймаймыз, томатный сок құятын боламыз. Яғни біз қызанағымызды осылай теркадан өткізіп, дайындап алып, бір қайнатып, кішкене су қосып жүрсеңіздер болады, қою болып қалмас үшін. Мінекей бір қайнатып алғаннан кейін дәл осылай құйып, екінші қайтара жауып тастаймыз. Мен екінші қайтара жапқан кезім видеоға түспей қалған екен. Осыған мен лавровый листі салдым, және де бір қасық тұзымызды, бір қасық шекерімізді, және де осындай біздің қара бұрышымызды барлығын салып, жақсылап осылай жауып алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Өте дәмді, қыста жесеңіздер өте керемет салат секілді болып тұрады. Және осы салаттың барлығын жасау жолы менің арнамда бар. Міндетті түрде көріңіздер.